Ертеде бір үлкен қаланың ең басты алаңында ескі заманнан бері алтынмен апталып, күміспен қапталып жасалған сымбатты ескерткіш тұрыпты. Ауыздан ауызға тараған әңгіме бойынша кезінде бұл мүсінді сомдауға атақты сәулетшілер, шеберлер қатысыпты. Алтын ескерткіш бір ақылды, мейірімді, ержүрек ханзадаға арналған екен. Сол ханзада патшаның жалғыз ұлы, жас болса да жау шапқан кезде жауынгерлерді басқарып, 40 күн, 40 түн соғысып, өмірін қиып, қаланы аман алып қалыпты. Ханзаданың киімі алтыннан құйылған, екі көзі көк түсті асыл тас сафирден жасалған, ал қолындағы семсердің сабын үлкен лағыл тас қондырылған. Мүсін анадайдан жарқырап тұрады екен. Осындай әдемі, әрі сүйікті ескерткіштерін қала тұрғындары бақытты ханзада деп атап кетіпті. Бір жылы күз әдеттегісінен ертерек түседі. Құстардың көбі жылы жаққа, оңтүстікке қарай жинала бастайды. Қарлығаштар да алыс сапарға қамданады. Бірде сол қарлығаштардың біреуі бақытты ханзаданың аяғына демалуға қонады. Тырс-тырс, тырс-тырс, кенет құстың арқасына аспаннан ыстық тамшылар тамып оятып жібереді. Ой, шынымен күз келіп жаңбыр басталғаны ғой, тезірек жылы жаққа ұшу керек, деп қарлығаш мазасызданады. Қарлығаш, асықпай тұра тұршы, деген сөзді естіген құс басын көтеріп жоғары қараса, сөйлеп тұрған алтын мүсін екен. О, ғажап, ыстық тамшылар жаңбыр емес, бақытты ханзаданың сафир көзінен аққан жасы болып шықты. Сүйікті қарлығаш, мен мәрмәр тастан жасалған биік қондырғының үстінен көп нәрсені көріп тұрмын. Қаланың шетіндегі бір үйде кішкентай бала неше күн ыстығы көтеріліп қатты ауырып жатыр. Оған дәрі, тамақ сатып алуға анасының ақшасы жоқ. Менің қолымдағы семсердің сабындағы асыл тасты шұқып алып, сол кедей әйелге апарып берші, деп бақытты ханзада қарлығашқа жалынады. Жарайды, көмектесейін. Күн жылы болып тұр ғой, соқ түскенше үлгеремін, деп қарлығаш келісе кетеді. Мейірімді құс лағыл тасты ауру баланың анасына апарып береді. Бейшара әйелдің қуанышында шек болмайды. Ол баласына дәрі-дәрмек сатып алып, ыстық тамақ пісіріп беріп, ұлы басын көтергенде қатты қуанады. Қарлығаш бақытты ханзадамен қоштасуға келіп, көргенін айтып береді. Бірақ алтын мүсін құсқа тағы да жалына бастайды. О, мейірімді қарлығашым, менің алыстағы бір үйдің кішкентай терезесін көріп тұрмын. Сол терезенің арғы жағында суық үйде қолдары үсіп, қарны ашып бір ақын отыр. Менің бір көзімді шұқып алып, сол бақытсыз жаса ақынға апарып берші. Қарлығаш ханзаданың көңілін қалдырғысы келмей, сафирді ақынның үйіне апарып береді. Ол отын сатып алып, пеш жағып, түскі асын әзірлеп, соңынан отырып тамаша өлең жазады. Ертеңіне күзгі суық жел соғады, қар аралас жаңбыр жауады. Оңтүстікке асыққан қарлығаш досымен қоштаспақ болып ұшып келеді. Бірақ ханзада тағы бір күнге қалуын өтінеді. О, қайырымды досым, мен көшеде адасып жүрген жалаң аяқ жалаңбас кішкентай қызды көріп тұрмын. Жыртық көйлегінен жел азынап тұр. Егер оған біз көмектеспесек, ол суықты көтере алмай өледі. Сен оған менің екінші көзімнің сафирін апарып берші, дейді бақытты ханзада. Мен қалай сенің соңғы көзіңді аламын, сен соқыр болып қаласың ғой, деп қарлығаш қорқып кетеді. Бірақ мейірімді ханзада айтқанынан қайтпайды. Сөйтіп қарлығаш бұл тапсырманы да орындайды. Кішкентай қыз сафирдің орнына жылы тон және жаңа етік сатып алады. Енді ол жылынып, қуаныштан секіріп, шаттанып, көңілді өлең айта бастайды. Қарлығаш қызбен бірге қуанып, соны соқыр мүсінге жеткізбекке кері ұшады. Алаңда алғашқы қар басыпты. Қарлығаштың мамықтары қырауланып, қанаттары суып, денесі тоңази бастады. Суықтан тезірек құтылсам деген оймен кішкентай құс ханзадаға қоштасқысы келетінін айтады.
О сүйікті қарлығаш, менің көзіммен көрмесем де, далада сол желдің астында қалған үйсіз қарттардың қайғырып күрсінгенін естіп тұрмын. Өтінемін, өзіңнің тұмсығыңмен денемдегі алтынның жалпақ тіліктерін алып, сол бақытсыз қарттарға апарып берші, деп бақытты ханзада досына қайтадан жалынады. Қарлығаш алтынның тіліктерін зорға жұлып алып, бір-бірден үйсіз күйсіз жандарға үлестіреді. Ханзаданың алтын киімнің тіліктері әркімнің үй жайын жылытуға, тамағын тауып жеуге көмектеседі. Ашығып, суыққа тоңған адамдардың енді үйлі, бақытты болғанын қарлығаш ханзадаға хабарлауға келеді. Бірақ құстың үні булығып, дауысы шықпай қалады. Қарлығаш жақындап қараса, қарайған мүсінді ақ ұлпа қар басып қалыпты. Ертеңіне қыз түсті. Балалар қуанып, ескерткішті айналып, асыр салып ойнады. Қалың қардың астындағы бақытты ханзаданың алтын киімінің жоқтығын, көздеріндегі сафирдің жарқырамай, семсердің сабындағы асыл тастың жанбай тұрғанын ешкім байқаған жоқ. Жылы жаққа ұша алмай қалған мейірімді қарлығаш үсіп, кішкентай қара домалақ тас болып, мүсіннің аяғының жанында жатты. Сырт-сырт, сырт-сырт. Мәрмәр тасқа желмен кішкентай мұздар соғылып жатыр. Бірақ кім біледі, мүмкін ол бақытты ханзаданың соғып тұрған жүрегі шығар. Тірі жүрек мұз болып қатып, ал тас болып қалған жүрек тіріледі деген сөз осыдан қалған болар.